Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев наурызбайлықтармен кездесуде мәселені айтып, көппен бірге жұмыла шешуді ұсынды. Ал дәстүрге айналған шараны аудан әкімі тамыз айында өткен кездесудің қорытындысынан бастады. Сол кезде тұрғындар тарапынан 40-тан астам сұрақ қойылған. Оның жартысынан көбі оң шешім тапқан. Қалғанына уақыт керек болғандықтан әлі қаралу үстінде екен. Ол көше шамдарын орнату, арық салу, жол жөндеу секілді мәселелер. Ал осыған дейінгі кездесуде қойылған кәсіпкерлер, көп балалы аналардың арызы шешілген. Үш ықшамауданда полиция модульдері, бір медициналық пункт ашылды. Қарттарға арналған шағын орталық бой көтерді. Бүгін кезекті рет қала басшысымен кездескен жұрт әлі де біраз шаруаның бар екенін де жеткізді. Мәселен, заңдастырылмаған үйлер, ауыз су, жарықтандыру, балалар алаңы мен көлік тұрағының жетіспейтіндігі. Одним из наиболее значимых поднимались... Қала әкімінің халықпен өткен бірінші кездесуінде барлығы 41 сұрақ қойылып, оның 21 сұрақ оң шешімін тапқан. Ал 15 мәселе қарастырылуда. Ең маңызды мәселелердің бірі халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына газ қосу мәселесі болды. 3 айдың ішінде газбен 25 отбасы 50% жеңілдікпен қамтамасыз етілсе, 8 жағдайы төмен отбасылар бизнес өкілдерінің әлеуметтік жауапкершілігіне сәйкес тегін қосыла алды. Көп балалы аналардың үндеуі бойынша біз 5 кездесу өткіздік. Ал 3 шағын ауданда кәріздерге жаңа желілік су құбырын тарту жұмыстары басталды. Кездесуде қала әкімі уақыт созбай дүйім елді тыңдауды құп көрді. Кезекке ағылған халықтың арызын тыңдауға асықты. Ал басындағы базынасын айтуға келгендер түрлі мәселені айтты. Одан бөлек жиында тәртіп сақшыларына көңілі толмағандар. Атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізе алмаған жалғыз басты аналар мұңын шақты. Айта кетейік, бүгін қала басшысына тұрғындар тарапынан 67 сұрақ қойылды. Кездесуде тағы қандай мәселе көтерілді? Қала әкімі қандай жауап айтты? Толығырақ 19:00-дегі қорытынды жаңалықтарымыздан айтатын боламыз.